Соңғы шыққан обзор анимацияның комментарийларын оқып отырып, қалай аниматор болған туралы видеоса деген комментарияны көзім шалып қалды. Шынымен де неге жасамасқа? Осы каналды жүргізгелі бері осы теманы қозғамаппыз. Сондықтан бүгін мен қалай аниматор болған туралы айтып беретін боламын. Ал сендер кайфпен отырып алыңдар лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Себебі осы заттар менің каналымның дамуына зор үлес қосады. Коммент жасаңдар еще. Жаздың ба? Все, бастайық. Короче, білмеймін әйтеуір қай жыл екен, либо 2017, либо 2018. Әйтеуір көп жыл өтіп кетті сол кездерден. Мен ол кезде шиголдамын. Ол кезде TikTok қарамайтын кездер етін. Тек YouTube. Сол YouTube'ты қарап отырып Minecraft видеолардың арасынан анимациялық оқиға видеосын тауып аламын. Ол маған қатты ұнап қалды. Әрі қарай мен осы аниматордың басқа да анимацияларын қарай бастаймын. Бұл аниматор Закатунетін. Осы орыс ютубер менің анимация жасауға деген шабытымды ашқан болатын. Закатуннан кейін мен басқа да аниматорларды қарай бастадым. Олар әрине Дабрек, Мармаш, Найс, Мирви секілді аниматорлар. Осы аниматорларды қарап маған ой келді. Қазақ аниматорлар бар ма екен деп. Мен ютубтан қазақ аниматорларын іздей бастадым. Бірақ ешқайсысын таппадым. Ол кезде қазақ аниматорлары мүлде жоқ еді. Сондықтан мен қазақ аниматор болуды шештім. Және де орыс аниматорлар секілді өз оқиғамды айтып, менің де анимация жасағым келген етін. Бірақ ол кезде компьютерімде, планшетімде болмаған етін. Мен мұңайдым. Телефонмен жасайын десем, ол өте қиын. ПК-мен жасайын десем, ПК жоқ етін ол кезде менде. Не істесем екен деп ойланып жүрген кезде атам маған өзінің компьютерін беріп, қалаған планшетім мен микрофонымды сатып алып берген болатын. Ата шүкір, рахмет. Ол планшетпен мен әлі анимация жасап жүрмін. Өте дәу әрі ыңғайлы планшет. Ал микрофонды мен басқасына ауыстырып тастаған етінмін. Себебі дыбыс жағын жаңартқым келді. Қайтып оқиғаға оралайық. Атам керекті заттарды әперген соң мен бірден анимацияға ең оңай программаны жазып алған болатынмын. Оның аты Adobe Animations. Қайта сұрай беретіндер үшін. Солай планшетпен сызып, үйреніп, YouTube'тан қарап болсын мен анимация жасауды үйрене бастаймын. Сол кезде YouTube'та қазақ аниматорлар да пайда бола бастады. Ал менің сол жылдар жасаған мульттерім әрине қазір жоқ. Бірақ болғанда... Жоқ! Бұл кринж бар ғой! Болар еді. Әрине жасаған анимацияларым қазір жоқ болса да мен сендерге оны сипаттап бере аламын. Короче, қис кейіпкер, түссіз, режимсіз және де бір түрлі ауыз анимациясымен. Біраз кринж анимациялардан кейін мен қысқа анимациялардан шаршап, біраз болсын ұзақ анимация жасауды шештім. Сценарийін бірден қағып жаздым, үй алып дыбыстадым, анимациясын жасадым. Солай осы каналдағы ең бірінші анимация шыққан болатын. Cuphead ойыннан обзор. Сосын мен өз қателіктерімді жөндеп, онымен қоса кейіпкерімді дұрыстай бастадым. Әр түрлі темада анимация жасап, әр түрлі адамдармен танысқан болатынмын. Олар мысалы Нуранет, Нұрлан Қалам, Қайсар, Мерлин, Жансая секілді аниматорлар немесе суретші адамдармен таныстым. TikTokқа қысқа анимациялар жасауды қайта бастадым. Бұл жолы видеолар жақсы просмотр жинай бастады. Азамат Тұрсынбаймен танысып, оның аниматоры болған соң анимация жасауымдағы өзіме ұнайтын заттарды қалдырып, ұнамайтын заттарды алып, анимация жағын өзгертіп болсын мен осындай дәрежеге жеттім. Ең бірінші анимация мен ең соңғысын салыстырсаңдар, айырмашылықты байқайсыңдар. Сондықтан егер сен анимациямен айналысқың келсе, бірақ та жаман шығып жатса, тоқтатпа, жасай бер. Саған бар керегі қызығушылық. Себебі егер сен жасап жатқан затыңа қызығушылығың көп болса, онда сен сол затты әрі қарай дамытып үйрене бастайсың. Соңында сол заттың қызығын көресің. Ал мен аяқтайын. Сіздермен болған мен Олжас Тоқбай достар. Каналға тіркел, лайк басуды ұмытпаңдар. Және де өз ойларыңды комментке жазып кетір. Мен әрине оқимын. Ал сау болыңдар.